Алматы облысы Панфилов ауданы Үлкеншаған орта мектебінің Балбұлақ онша бастауыш бірлестігінің қашықтан оқыту кезіндегі жаңаша оқыту жетістік көзі тақырыбындағы 20 қаңтар 30 қаңтар аралығындағы онкүндігі өтті. Апталықтың мақсаты жаңа инновациялық ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, оқушыларды өз отанына деген сүйіспеншілігін арттыру, отанға деген құрмет, елін, жерін қорғайтын ер азамат, азаматша болуға тәрбиелеу. Бастауыш сынып мұғалімдері оқу үдерісін жетілдірумен қатар, баланың шығармашылық, жас және жеке ерекшеліктерін ескере отыра, рухани адамгершілік, эмоционалдық және дене дамуын қамтамасыз ету керек. Сол себепті де бастауыш сынып жетекшілері апталық жоспарын құра отыра алдына келесі міндеттер қойды. Оқушының оқуға деген оң мотивациясын қалыптастыру, сабақ және сыныптан тыс шараларды қызықты өткізу формаларын қолдана отыра барлық балаларды оқу және тәрбие үдерісіне тарту. Барлық өткізілген ашық сабақтарда, сынып сағаттарында бастауыш сынып оқушылары белсене атсалысты. Құрылған жоспарға сай мұғалімдердің ашық сабақтарына тоқталсақ, мұғалімдер ашық сабақтарында жаңа инновациялық технологияларды, әдіс-тәсілдерін тиімділігіне қарай шебер қолдана білді. Сабақтардың құрылымы жүйелі құрылды. Сабақтарға бастауыш сынып мұғалімдері, мектеп әкімшілік қатысып, талдау жасалып, жақсы баға берілді.